Қараңыздаршы, мына пирог қандай әдемі, жұп-жұмсақ, нәзік болып шыққан. Сіздер де дәл осы пирогты бейнені соңына дейін қарау арқылы дайындай аласыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, оған қант қосамыз. Сүтті құйып, күнбағыс майын қосамыз. Барлығын жақсылап, миксердің жай жылдамдығынан бастап, минут сайын жылдамдығын көбейте отыра, осылай көпіргенше араластырамыз. Ұнды, какаоны және қопсытқышты осылай електен өткізіп қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосу қажет. Сол кезде біздің қамырымыздың ішінде түйіршіктер болмайды. Ұнымыз жан-жаққа шашырап кетпеу үшін алдымен миксерді қоспай араластырып, кейін миксердің жай жылдамдығында шамамен 1-2 минуттай араластырамыз. Біздің қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады. Енді осы қамырымызды алдын ала пергамент қағазы төселген формамызға құйып, орналастырып аламыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметрді құрайды. Сіздер кез келген форма түрін алсаңыздар болады. Бастысы 24 сантиметрден төмен болмауы қажет. Қамыр форманың ішінде біркелкі орналасу үшін бейнеде көрсетілгендей оны кішкене үстелдің үстінде айналдырып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбеге қантты және жұмыртқаны қосамыз. Осының үстіне жүгері крахмалын салып, барлығын жақсылап блендерменен өткізіп аламыз. Негізінде ситадан да өткізсеңіздер болады, бірақ олай өте ұзақ уақыт алады. Сол себептен блендерді қолдануларыңызға кеңес етемін. Біздің салмамыздың консистенциясы осындай өте нәзік болып шықты. Енді осыны шетке қарай алып қоямыз. Қамыр салынған форманы алып, оған осындай салманы кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Содан соң осылай қамырымыздың үстіне жолақтарды жасап шығамыз. Егер сіздерде кондитерлік мешок болмаса, онда салафанға құйып, немесе қасықпен құйып шықсаңыздар да болады. Осылай барлық жерлеріне бейнеде көрсетілгендей етіп, сүзбелі салмамызды орналастырып шығамыз. Пешімізді алдын ала 160-180 градус аралығында қатты етіп қыздырып, шамамен 30-35 минуттай толықтай піскенге дейін пісіреміз. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан, оның пісіру уақытын өз пештеріңізге қарай тағайындаңыздар. Пирогымыздың піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Ол піскен жағдайда біздің таяқшамыз құрғақ болып шығуы қажет. Суытып, толықтай суығаннан кейін формамыздан осылай босатып аламыз. Өзімізге ұнайтын кез келген ыдысымызға орналастырып, толықтай суытамыз. Осылай үнемі пергамент қағазын қолданатын болсаңыздар, сіздердің әрбір пісірген тағамдарыңыз формаға жабыспай өте жеңіл әрі оңай алынатын болады. Ал біздің пирогымыз осындай өте әдемі болып шықты. Оны қалаларыңызша қант ұнтағымен әсемдеп, қонақтарыңызға ұсынып, тәтті шайларыңызды ішсе берсеңіздер болады. Ал қазір ортасын кесіп көрсетемін. Сондай жұмсақ, нәзік болып шыққанын тіпті сөзбен айтпаса да бейнеден бірден байқауға болады. Ортасы осындай керемет, ерекше әдемі болып шыққан тәтті, дәмді пирогымызды сіздер де міндетті түрде дайындап, отбасыларыңызды қуантуға кеңес етемін. Дәмін көргеннен кейін міндетті түрде қайта-қайта жасайтын боласыздар. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Бейне сіздерге ұнап, пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Дәл осы пирогты сіз де дайындаған болсаңыз, өз ойыңызды комментарий бөліміне қалдыруыңызды сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.